Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мерекелік дастарханға осында керемет салат дайындайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай. Келесі видеомда осы сәбізді салатты жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге тауықтың еті керек болады. Сіздер қалаған колбаса немесе қайнатылған сиырдың етін қолдансаңыздар болады. Тауықтың етін майдалап турап дайындап аламыз барлығын. Немесе вареный, копченый колбаса қолдансаңыздар болады. Енді сырымызды теркадан өткізіп аламыз, картошкамызды теркадан, жұмыртқамызды ағы мен сарысын бөлек өткізесіздер. Жарты банка горох, сосын соленый огурцы қолданатын боламыз. Сосын кішкене ғана дәм беру үшін көк пиязымызды қосамыз. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Салатымызды осында кольцоға жинадым. Сіздер қалаған формаңызға жинасаңыздар болады. Енді майонезімізді кішкене сеуіп шығамыз. Келесі қабатына сәбізімізді саламыз. Теркадан өткізілген сәбізімізді салып болған соң міндетті түрде қасықтың көмегімен үстін басып шығыңыздар. Сол кезінде кольцомызды шешкен кезде салатымыз шашылып кетпейтін болады. Енді майонезімізді себеміз де қасықтың көмегімен майонезімізді жағып шығамыз. Сосын татымына қарай тұзымызды саламыз. Сіздердің қалауларыңыз бойынша көк пияз қоссаңыздар болады. Теркадан өткізілген картошкамызды саламыз. Міндетті түрде осы қасықтың көмегімен басып шығыңыздар. Сосын майонезімізді себеміз. Майонезімізді сеуіп болған соң осында қара бұрышымызды қосамыз. Татымына қарай қоспасаңыздар да болады. Енді тұздалған қиярымызды қосамыз. Тұздалған қиярымыздың орнына свежий қияр қоссаңыздар болады. Ендігі кезекте майонезімізді сеуіп, жұмыртқаның сарысын сеуіп шығамыз. Ендігі кезекте майонезімізді, сосын үстіне горохымызды саламыз. Горохымызды осындай қасықтың көмегімен жайып болған соң, үстіне теркадан өткізілген сырымызды саламыз. Осылай міндетті түрде басып шығыңыздар. Сол кезінде салатымыз шашылып кетпейтін болады. Енді майонезімізді сеуіп, жұмыртқаның ағын сеуіп шығамыз. Бір келкі етіп жайып шығасыздар. Ендігі әсемдік үшін мен анар қолданатын боламыз. Алдын ала анарымызды тазалап аламыз да. Енді өздеріңіз қалаған жазуыңызды жазсаңыздар болады, немесе әсемдесеңіздер де болады. Мен кіріп келген 2022 жылдың жазуын жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай әрі әдемі болып көрінеді. Егер видео ұнаса, алдын ала менің жаңа видео рецепттерімді көргіңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.